Сәлеметсіздер ме, оқушылар? ұбт-ға дайындық сабақтарын одан әрі жалғастырамыз. Сабақтың ұраны: білмейтіндер үйренсін, ал білетіндер тағы да есіне түсірсін. Сабақтың тақырыбы қаныққан және қанықпаған булар, ауаның ылғалдылығы. Егер сұйық жабық ыдыста тұратын болса, қандай жағдай орын алар еді? Сұйық жабық ыдыста тұрса да, булану процесі тоқтамайды. Сұйықтың бетінен буланып ұшқан судың молекулалары сұйықтың бетіне жинала бастайды. Саны көбейе береді. Будың тығыздығы арта түседі. Ыдыс жабық болғандықтан молекулалар сыртқа ұшып кете алмайды. Сондықтан тығыздығы артқан сайын енді мәжбүрлі түрде кейбір молекулалар сұйықтың бетіне қайтып орала бастайды. Бір-біріменен соқтықсады, қақтықсады молекулалар етіс қозғалып жүрген. Сөйтіп кейбір молекулалар қайтадан сұйықтың бетіне қайтып оралады. Мынадай уақыт мезеті, мынадай сәт болады. Сұйықтан, мысалы, 1 секундтың ішінде ұшып шыққан молекулалардың саны қайтып оралатын молекулалардың санына тең болады. Осындай күй бу мен сұйықтың динамикалық тепе-теңдігі деп аталады. Өзінің сұйығы мен динамикалық тепе-теңдікте болатын бу қаныққан бу деп аталады. Бу менен газдың бір-бірінен біршама айырмашылығы бар. Оған ары қарай жүрген сайын көздеріңіз жететін болады. Өз сұйығымен динамикалық тепе-теңдікте болатын бу қаныққан бу болса, өз сұйығымен тепе-теңдікте болмайтын, яғни қануға жетпеген буды қанықпаған бу деп атайды. Қанықпаған бу қасиеттері жөнінен газға жақынырақ, ал қаныққан будың қасиеттері газдың қасиеттерінен өзгешелеу болады. Қаныққан будың қасиеттері: біріншіден, қаныққан бу өзінің сұйығымен динамикалық тепе-теңдікте болады. Екіншіден, температура өзгермегенде қаныққан будың қысымы тұрақты болады. Қаныққан будың қысымы оның алып тұрған көлеміне байланысты емес, ал газдарда қалай еді? Газдың қысымы оның көлеміне байланысты. Көлем өзгерсе, газдың қысымы да өзгеруші еді. Келесі қасиеті қаныққан будың: тұрақты көлемде қысымы температура артқанда артады. Яғни тұрақты көлемде температура өзгермесе, қысымы да тұрақты болып тұрады, ал қысым температура артқанда артады. Бұл өзінен өзі түсінікті. Сұйықты қыздырған кезде булану процесі тездей түседі. Сұйықтың үстіндегі будың тығыздығы менен қысымы артады. Яғни қаныққан будың қысымы температураға тәуелді, көлемге тәуелді емес. Көлемге тәуелді болмайтын себебі, егер көлемді азайтып қаныққан буды сығатын болсақ, онда ол конденсацияланып суға айналады да қысым тұрақты күйінде қала береді. Міне, қаныққан будың осындай қасиеттері бар. Ол да ұбт-ның тапсырмаларында міндетті түрде сұралатын сұрақтардың бірі. Енді жер бетінде мұхиттар мен теңіздер, өзендер мен көлдер су қоры болғандықтан, олардың бетінен, ашық бетінен су буланып шығады. Ауадағы, атмосферадағы су айналымын сіздер жақсы білесіздер. Судың буы атмосферадағы ауамен араласып, ауаның ылғалдылығын туғызады. Ауадағы су буының мөлшерін ауаның ылғалдылығы деп атайды. Ауаның ылғалдылығының
жер бетіндегі тірі ағзалар үшін де, өлі табиғат үшін де атқаратын рөлі, маңызы өте зор. Сондықтан ауаның ылғалдылығын білу, оның есептеу, оны өлшеудің үлкен практикалық маңызы бар. Ауа райының түрленуі, құбылуы ауаның ылғалдылығымен тікелей байланысты. Ауа ылғалдылығының өзгеруіне байланысты, құбылуына байланысты жер атмосферасында бу сұйықтың булануы, оның қайтадан конденсациялануы, тұман түсу, жаңбыр жауу, шық түсу, бұршақ жауу, қар жауу сияқты жылулық құбылыстар, табиғи жылулық құбылыстар үнемі айналып өтіп жатады жыл мезгілдеріне байланысты. Міне осы құбылыстардың өту процесінде де ылғалдылықтың атқаратын рөлі зор. Адамның қалыпты өмір сүруі үшін ылғалдылық 40% пен 60% аралығында болуы керек. Егер 40%-тен төмен болатын болса, ауа құрғақ, 60%-тен жоғары болса, ауа ылғал. Ылғалдылығы көп болады да, адамның тыныс алуы, өкпесінің жұмыс жасауы түрлі қиындықтарға тап келтіреді. Сондықтан ауаның ылғалдылығының қалыпты нормада болуы да адамның өмір сүру факторына үлкен әсерін тигізеді. Сондықтан ауаның ылғалдылығын есептеу және өлшеу қажеттілік болып табылады. Ал ауаның ылғалдылығы дегеніміз ауадағы су буының мөлшері деді. Жерді қоршап тұрған атмосфераның өте көлемді болуына байланысты ауадағы бүткіл жер атмосферасындағы су буының мөлшерін дәл анықтау мүмкін емес. Ол қанша килограмм, қанша тонна болатындығы белгісіз. Ауаның қозғалысына байланысты ол үнемі өзгеріп отырады. Сондықтан ауаның ылғалдылығын білу үшін, өлшеу үшін ауаның салыстырмалы ылғалдылығы деп аталатын физикалық шама енгізіледі. Оны фи әріпіменен белгілейді және процентпен өлшейді. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығын табу үшін ауадағы су буының парциал қысымын аныққан буының қысымына бөледі, қатынасын анықтайды. Ауадағы су буының парциал қысымы дегеніміз бұл қандай қысым? Ауа күрделі газ, бірнеше газдардың қоспасынан тұрады. Сол ауаның құрамындағы тек қана су буын жалғыз өзін бөліп алып қарайтын болсақ, сол су буының өзінің түсіретін қысымын парциал қысым деп атайды. Сол температураға сәйкес келетін қаныққан будың қысымын біле отырып, парциал қысымның қаныққан будың қысымына қатынасын анықтап, 100%-ке көбейтіп, біз ауаның салыстырмалы ылғалдылығын анықтай аламыз. Енді одан басқа ауа ылғалдылығына байланысты шық нүктесі деп аталатын тағы бір шама бар. Ол қандай шама? Атынан көрініп тұр. Шық түсетін температураны шық нүктесі деп атайды. Шық түсу дегеніміз ауадағы су буының конденсациялануы, қайтадан суға айналуы. Шық түсетін нүкте ол бір нүкте емес, ол температура. Соны шық нүктесі деп атайды. Шық түскен мезетте ауаның ылғалдылығы 100%-ге тең болады. Яғни ауа ылғалдылығы 100%-ге тең болғанда ауада шық түсу орын алады. Шық түсуге сәйкес келетін температура, яғни ауа салқындаған кезде шық түседі. Сол шық түсетін температураны шық нүктесі деп атайды екен. Одан басқа үшінші бір шама бар, абсолют ылғалдылық деген. Ол берілген температурадағы ауадағы су буының тығыздығын басқаша абсолют ылғалдылық деп атайды. РОА деп белгілейді. Ал ауадағы қаныққан будың тығыздығын РО қаныққан деп белгілейді де,
абсолют ылғалдылықтың ауадағы қаныққан будың тығыздығына қатынасы арқылы ауаның салыстырмалы ылғалдылығын анықтауға арналған екінші формуланы беруге болады. Сөйтіп ауаның ылғалдылығын парциал қысымменен қаныққан будың қысымы немесе абсолют ылғалдылықпен қаныққан будың тығыздығы арқылы есептеп шығаруға болады. Ал енді ауаның ылғалдылығын өлшеуге де болады екен. Оны өлшеуге арналған құрал психрометр деп аталады. Одан басқа гигрометр деп аталатын да құрал бар, бірақ практикада көбіне психрометрлер қолданылады. Ол мынандай екі термометрден тұратын қарапайым ғана құрал. Бұл құрал физика кабинетінде міндетті түрде болады. Сіздердің кабинеттеріңізде де ілулі тұрған болуы керек. Ол екі термометрден тұрады. Біреуі құрғақ термометр, екіншісі ылғал термометр деп аталады. Ылғал термометр деп аталуының себебі оның сынап құйылған резервуары шүберекпен немесе мақтамен оралып, су құйылған ыдысқа батырылып қойылады. Сол кезде дымқыл шүберектен су буланып ұшып, сұйық салқындайды. Яғни біз айтқанбыз, сұйық буланған кезде оның температурасы төмендейді деп. Сондықтан ылғал термометр құрғақ термометрге қарағанда төменірек температураны көрсетеді. Құрғақ термометр бөлмедегі ауаның температурасын өлшейді, ылғал термометр одан төменірек температураны көрсетеді. Енді термометрменен, то есть психрометрменен ауаның ылғалдылығын өлшеу үшін міндетті түрде психрометрмен бірге артқы қабырғасына психрометрлік кесте бекітіледі. Психрометрлік кестенің вертикальдағанда құрғақ термометрдің көрсетуі жазылады, горизонтальдағанда құрғақ және ылғал термометрлердің көрсетулерінің айырмасы жазылады. Сол арқылы анықтайды ылғал. Қазір біздің құрғақ термометріміз 23 градусты көрсетіп тұр, ылғал термометріміз 16 градусты көрсетіп тұр. Екеуінің айырмашылығы 7 градус. 7 градуспенен вертикалдаған бойынша төмен түсеміз де 23 градуспенен қиылысқан жерінен 48 деген санды көріп тұрмыз. Міне осы 48% бөлмедегі ауаның ылғалдылығын көрсетіп тұр. Яғни ауаның ылғалдылығының 48% екендігін психрометр арқылы өлшеді. Тағы да қайталап айтамын, құрғақ термометрдің көрсетуін белгілеп аламын. Құрғақ және ылғал термометрдің көрсетуінің айырмашылығын табамын. 23-те 16, айырмашылығы 7. 7 деген бағанменен 23 градусқа дейін төмен түсемін. Екеуінің қиылысқан жеріндегі сан ауаның ылғалдылығын көрсетеді. Міне психрометрдің көмегімен ауаның ылғалдылығын осылай өлшейді. Екі түрлі формуламенен ауаның ылғалдылығын есептеп шығарады. Бүгінгі сабақтың мазмұны осындай. Білетіндер есіне түсірді, білмейтіндер үйренді деп есептеймін. Сабақтың практикалық бөліміне ұбт тапсырмаларын орындауға көшеміз. Практикалық тапсырмалар міне тұр. Орындаймыз қазір. Қаламды алайын. Белгілейік, қаныққан бу дегеніміз не дейді? Өз сұйығымен динамикалық тепе-теңдікте болатын бу. Бұл біздің қаныққан будың анықтамасы. Қазір ғана айтқан. Сіздер де жаттап алыңыздар, сонда бірден қателеспей жауап бере аласыздар. Яғни бұл құбылыстың анықтамасы. Бұндай анықтамалар, құбылыстар физикада ұғымдар, құбылыстардың саны
Ұғымдардың саны неше дейді? 18 дейді. 18 бе? 18 түрлі ұғым бар. Қаныққан бұ деген ұғым. 18 ұғымның бірі жатқа білулерің керек. Ауадағы су қаныққан күйге жететін температура не деп аталады? Қайнау температурасы емес, бұл сұйықтар қайнайтын температура. Ауаның конденсация температурасы деген ұғым жоқ. Шық нүктесі деп аталады да, ауадағы су буы қанығатын күйге конденсацияланатын, ылғалдылық 100% болатын температура шық нүктесі деп аталады. Енді мына жерде критикалық температура деп тұр. Ол қандай температура? Ол сұйықпен, жазып кетейін, бұнда сұрап қалады, кездеседі сұрақ. Сұйықпен оның қаныққан буының тығыздықтары теңесетін температура. Бұл қандай? Мысалы, судың тығыздығы 1000, будың тығыздығы 1-ге де жетпейді. Сонда қалай олардың тығыздығы теңеседі? Оның себебі жабық ыдыста сұйық бар, үстінде оның қаныққан буы бар. Егер ыдыстағы сұйықты қыздыратын болсақ, сұйықтың бетіндегі будың тығыздығы арта береді, сұйық азая береді, және қайнаған сұйықтың, қайнап жатқан сұйықтың ішінде ауа көпіршіктері болғандықтан тығыздығы азая түседі. Нәтижесінде қаныққан будың тығыздығының көбейетіндігі соншалық, оның тығыздығы сұйықтың тығыздығымен теңеседі. Міне, сұйық пен оның қаныққан буының тығыздықтары теңесетін температура критикалық немесе кризистік температура деп аталады. Өйткені жабық ыдыстың ішінде кризистік жағдай орнады, дағдарыс орнады. Сұйық пен оның буының тығыздықтары теңесті. Осындай температураны критикалық температура деп атайды екен. Ол әртүрлі сұйықтар үшін әртүрлі, оның да кестесі бар. Бірақ сіздер осы кризистік температураның анықтамасын білсеңіздер жеткілікті. Ауаның ылғалдылығы дегеніміз бұл не? Берілген көлемдегі су буының массасының құрғақ ауа массасына қатынасы. Бұндай әңгімені естіген жоқпыз. Су буының парциал қысымының дейді қаныққан будың қысымына қатынасы деп сөзден берілгенді әріппен жазайық. Мына формула бізге таныс. Оны біз фи деп белгіледік. Бұл не? Ауаның ылғалдылығы. Демек, мынау. 4-ші тапсырма. Егер берілген температурада қаныққан будың қысымы 2400 паскаль, қысым қаныққан бу. Ал ауадағы су буының парциал қысымы 1200 паскаль. Мынау парциал қысым. Жай қысым болмаса бүйтіп қоюға болады. Парциал деп. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығын таптық. Парциал қысымның қаныққан будың қысымының қатынасын табамын да 100%-ге көбейтемін. Мынау 1200 дейді. Қаныққан будың қысымы 2400. Қатынасы 0,5 немесе 50%. 50% деген жауап В нұсқасында тұр екен. Анықтадық.
Қандай салыстырмалы ылғалдылықта шық нүктесі ауа температурасымен сәйкес келеді. Салыстырмалы ылғалдылық неше процент болғанда шық түседі деп едік? 100%. Салыстырмалы ылғалдылық 100% болатын температураны біз шық нүктесі деп атаймыз деді. Бұны да тауып алдық. Шық нүктесі. Так, жылжытайық. Ылғал қоспасыз құрғақ ауа, яғни ауаның құрамында не жоқ? Ылғал жоқ дейді. Салыстырмалы ылғалдылық қалай өзгереді дейді. Ауаның құрамында ылғалдылық жоқ болса, оның салыстырмалы ылғалдылығы өзгермейді. Ауа құрғақ ауаны қыздырып жатырмыз. Ылғал жоқ ешқандай. Егер ылғалдылығы болатын болса, қыздырған кезде оның үстіндегі яғни ауа құрғақ болса, оның құрамында ешқандай ылғал жоқ болса, ол ауаны қыздырған кезде ылғалдылықта ешқандай өзгеріс болмайды. Сондықтан өзгермейді деген жауап таңдаймыз. Ауа ылғалдылығын өлшеу үшін қандай құрал қолданылады дейді. Басынан бастайық. Барометр нені өлшейді? Атмосфералық қысымды өлшейді. Манометр атмосфералық қысымнан көп, аз қысымдарды өлшейді. Термометр температураны өлшейді. Сонда не қалды бізде? Психрометр қалды. Психрометр ауаның ылғалдылығын өлшейді. Осындай өлшеуіш құралдар, бізде өлшеуіш құралдардың саны 22 екен. Осындай өлшеуіш құралдарға байланысты тапсырмалар көп болады. Сондай жағдайда білетін өлшеуіш құралдарыңды осындай қылып белгілейсіздер. Сосын белгілеп шыққанда артық қалған құрал сіз іздеп отырған өлшеуіш құрал болып шығады. Осы әдісті қолдануларыңа болады, бірақ ол үшін 22 құралдың бәрінің атын білу керек. Сөйлеп отырғанда стрелканы таппай қалдым. Міне, ауаның абсолютті ылғалдылығы дегеніміз не? Ол ауадағы су буының тығыздығы. Ауадағы су буының тығыздығы. Ро әрпімен белгілейміз. Абсолют дегенді төменгі жағына А деген индекс қоямыз. Жабық тыста су мен қаныққан бу бар. Температура көтерілгенде қаныққан буның қысымы қалай өзгереді? Жабық тыста тұр, көлем өзгермейді, тұрақты. Сондықтан тұрақты көлемде температура көтерілгенде қаныққан буның қысымы артады. Ауаның температурасы 20 градусты. Шық нүктесі 12 градус. Шық нүктесін ТШ деп белгілейді. 20 градуста және 12 градустағы ауаның абсолют ылғалдылығы мен тығыздығы берілген. Формула бойынша ауаның салыстырмалы ылғалдылығын анықтаймыз. Абсолют ылғалдылықтың қаныққан будың тығыздығына қатынасы. Абсолют ылғалдылық 10-38 грамм метр куб, значит 1 метр куб ауада 10-38 грамм судың буы бар деген сөз. Қаныққан будың қысымы 17,3. Қатынасын тапсақ 0,6
немесе 60% шығады. 60% деген жауап В нұсқасында тұр. Мінекей тақырыпқа берілген практикалық тапсырмаларды да орындап шықты. Білгендер қайталады, білмегендер үйреніп алды деп ойлаймын. Осымен сабақ аяқталды.